Sender balapandar, beri köş, oyla jina köş, jarre sender balapandar. Kalk. Allah'ım, gele koyma. Armısız ata. Bağır ol. Hırkanın össün. Maldır kayda. Bolatcan, çarşasan kımızışı beldenim ol. Hazır ata, mına şurada şinav ala koyayım. O... Kurt, borsuk. Durunlar. Ne bop kaldı tағы da? Ne болған бәріңе? Мен сендерді ойнайық деп ояттым. Ойбай, сөйлейтін болса. Korkbakımız, men de söyley alam. Ей, есір соғай, ойының қанбадау сенің де. Одан да әлемде не боп жатыр екен, соны айтайық. Газетке не жазыпты, соны оқиық. Қане? Әй, бауырсақ, тұр бұлай. Газетті майғыласың. Қазақстан үкіметі мемлекеттік тіл туралы... Мемлекеттік тіл туралы жаңа бағдарлама қабылдады. Келешекте барлық қазақстандықтар қазақша сөйлейтін болады. Әрі қарай. Рас па? Әрине рас. Астана қаласы. Құрт, сен ежелеп оқи алмай мұжып кеттің ғой. Әкел өзім оқиын. Мынау белгілі, Абай жөнінде жазды. Қазақстан бренді. Қазақстан. Асық, газет не дейді? Мәссіған, Қазақстан брендін қалыптастыру жөнінде айтылып жатыр. Бренд деген не? Естісем құлағым керең болсын. Сабыр етіңдер, сабыр. Менің түсінігім бойынша, Қазақстанда қандай затымызбен немесе дүниемізбен әлемге таныта аламыз. Міне сол нәрсені бренд деп айтады екен. Мысалы, мен асық ұлттық ойынға жатамын. Мына қазақ даласынан шыққан барлық ұлы адамдар мен батырлар бала кезінде менімен ойнап өскен. Сол үшін мен бренд бола аламын. Ал мен қымыз адамға күш, қуат берем. Бренд болуға мен лайықпын. Мені айтсаңшы, ешқашан ескірмеймін. Күшті азықпын. Брендке мен лайықпын. Ау жігіттер, енді ата-бабамыздан бастап осы күнге дейін дастархан төрінен түспеген бауырсақпен қалай таласасыңдар? Босқа таласпайық. Айта берсең, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген. Бәріміз де мақтауға лайықпыз. Одан да төрелік сұрап, біреуге жүгінейік. Кімге жүгінеміз? Кім айтады? Анау тұрған күнінің көзі ескі трактордан сұрайық. Кеттік! Мен айтамын өлеңді, оларыңды түренді, біз боламыз қазақтың мақтанышы бренді, әрқайсымыз бір төбе, қастерлеген халқымыз. Мен бауырсақ MC үреңді, қазақтың менде бір бренді, бауырсақта құртта қымызда, бренд боламыз деп жүргенді. Алақайлап жүрген асықта, бренд болам деп асықпа. Құрта қандай болып жүрсең де, жігеріңді тезде жасыппа. Арамызда бойы да ойды үлкен өзіңсің ғой. Домбыра жол қысқарсын, әңгіме айтсаңшы. Олай болса, мен сендерге өз атамнан естігенімді айтып берейін. Менің атамды Құрманғазы диналардың өзі ұстаған екен. Қос ішек бір шанақтан шыққан дыбыс мына даланы бойлап ұшқан деседі.
Солай болған екен. Ғажап! Қандай ғажап оқиға! Мұны мультфильм етіп жасау керек. Керемет! Бел ғыр-ғыр сақарлап. Айта беріңдер, балалар. Не шаруамен келдіңдер? Тақа, біз сізді ескінің көзі, көпті көрген деп келіп отырмыз. Жас үлкен деп сыйлап алдыма келгендеріңе рахмет. Айта бер. Айтсақ, алдыңызға жүгініп келдік. Арамызда қазақтың мақтанышы болуға кім лайық? Соны айтыңызшы. Ал енді мен осы зауыттан жаңа шығып, осы ауылға келгенде соны тұрған бәйтерекке ассалаумағалейкум ата деп амандасып батасын алған. Содан бері бір ғасыр өтті. Сол бәйтерек әлі де жай қалып тұр. Сендер соған барыңдар. Көпті көрген қария солақ болар. Жүріңдер. Қане. Текті жерден шыққаны көрініп тұр. Өзі жіп-жекім екен. Ұрыны қараңдар, Ұстаңдар оны. Ұстаңдар, жібермеңдер. Асық қайда? Асықты қараңдар. Қашыңдар. Бәлем. Ой, тоқтаңдар! Құлайсыңдар! Тоқтаңдар! Жарайсың домбыра! Қаш! Бәлем! Рахмет саған азық. Мына бәледен әзер құтылдық ау. Әне бәйтерек. Ұйықтап қалған ба деймін? Оятайық та? Бәйтерек ата. Рахмет қарақтарым. Қазақтың игі жақсылары жиналып қалыпсыңдар ғой. Ал айт отырыңдар, құлағым сендерде. Айтсақ алдыңызға ақиқат іздеп келдік. Арамызда қайсымыз қазақ халқының мақтанышы болар брендке лайықтымыз? Соны айтыңызшы. Турасын кесіп айтыңыз, біз сізге ренжімейміз. Балаларым-ай, мені қай бір билік айтар дейсіңдер. Негізі көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра деген бар ғой. Сонау көктегі қалықтап жүрген қыран досымнан сұрайық. Ей, қыран, естимісің? Мен сендерді естіп те көріп тұрмын, бәйтерек. Ол үшін Астанаға барып, жаңа заманның бәйтерегінен сұрау керек. Бұл сұрақтың жауабын берсе, сол ғана бере алады. Онда бізді сол бәйтерекке алып баршы, қыран. Қандай керемет, жерде мен сияқты домалақ екен ау. Құрметті жолаушылар, біз ұшып келе жатқан Эйр кран ұшағы Астана қаласына жақындап келеді. Белдеріңізді бекем болып, қонуға дайындалыңыздар. Қыран, қалай дұрыс айттым ба? Астанаға жақындап келеміз. Анау тұрған Ақорда. Менің білуімше, онда қазақтың тұңғыш президенті отырады. Бренд болуға ол да лайықты тұлға. Ал анау Ақорданың төбесіндегі қыранның бейнесі емес пе? Қыран, онда сен де бренд болуға лайықтысың. Жоқ,
Мен Қазақстанның туында бейнеленгенмін. Маған сол құрметте жетеді. Ал мынау біз іздеп келе жатқан бәйтерек. Қазір қонамыз. Қандай алып? Ассаламағалейкум, біз сізге жүгініп келдік. Уағалейкум ассалам, өңшен қазақтың мықтылары жиналыпсыңдар ғой. Біз өзара кім қазақтың бренді бола алады деп таласып жатырмыз. Көпті көрген бәйтерек, сізге келдік. Төрелігін айтыңыз. Бұларың дұрыс болған екен. Бүгінде әлем таныған Қазақстанның елордасы Астанаға қош келдіңдер. Ал енді қазақ брендіне кім лайық дегенге келсек, менің айтарым, барлығыңда лайықтысыңдар. Ата-бабаларымыздың өмірін, бүгінгі ұрпаққа жалғап отырған қасиеттеріңе мен басым дейіп, құрметпен қараймын. Сол үшін еліміздің мәртебесін көтеруге барлығымыз бірдей ат салысайық. Менің төрелігім осы болсын. Алақай, алақай, алақай! Дұрыс шешім. Қарағылды қақжарды деген осы емес пе? Мен айтайын өлеңді, құлағыңды түренді, біз боламыз қазақтың мақтанышы бренді. Әрқайсымыз бір төбе, қастерлеген халқымыз, бізбен бірге өркендер, әдет ғұрып салтымыз. Салт дәстүрлі жақтаған қазағыммен мақтанам, ата-баба мұрасын қастерлеген сақтаған. Қазақстан үйіміз, қара жорға биіміз, шартарапқа шалқысын, домбырада күйіміз, өте берсін өркендеп, егеменді еліміз, салт дәстүрлі дәріптеп, ән салайық келіңіз. Қазақстан үйіміз, қара жорға биіміз, шартарапқа шалқысын, домбырада күйіміз, өсе берсін өркендеп, егеменді еліміз, салт дәстүрлі дәріптеп, ән салайық келіңіз.